тәуелсіздік декларациясын қабылданған күніне орай өткізілген іс-шарада президент Тоқаев бұрынғы экс-басшы, экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі туралы ерекше атап өтті. Нұрсұлтан Назарбаевтың табанды еңбегін атап өтуге тиіспіз деп мәлімдеді. Оның қазіргі қазақ мемлекетін құруда шешуші тарихи рөл атқарғанын міндетті түрде айтуымыз қажет. Ел үшін жасалған қызмет ешқашан ұмытылмауы керек. Ел жадында сақталуға тиіс. Бұл еліміздің болашағы үшін өте маңызды. Жақсының жақсылығын айт деген халқымыз. Бүгінгі тарихқа әділ баға берілу үшін кешегі тарих әділ бағалануы тиіс, дейді Тоқаев. Бұл соңғы айда жалпы Ақорданың Нұрсұлтан Назарбаевтың жасаған еңбегі туралы айтқандығы екінші рет қайталанып тұр. Әсіресе Тоқаевтың өз аузынан Түркістан қаласына барғанда іс-сапарда дәл осы Назарбаевтың осы қаланың өркендеуіне, дамуына қосқан үлесін ұмытпауымыз қажет деген болатын Тоқаев. Бір кездері қаңтар оқиғасынан кейін әсіресе Нұрсұлтан Назарбаев ақпарат құралдарына жиі шықпайтын, билік ол туралы көбінесе ақпарат таратпайтын, мақтай қоймайтын. Бірақ соңғы кездері Нұрсұлтан Назарбаевты ұлықтап, оның еңбегін ұмытпауымыз деуінде әрине бір себеп бар екендігі анық. Біздің себебімізше ол былай, бұл енді біздің болжамымыз. Біріншіден, Назарбаевтың денсаулық жағдайы түрткі болуы әбден мүмкін. Бәлкім Назарбаев қазіргі таңда соңғы күндерін кешіп жатқан шығар, денсаулығы сыр беріп тұрған шығар. Енді бұл жағы бізге беймәлім. Сол себептен де Ақорда Назарбаевты ақтық сапарға соңғы дұрыстап ел шығарып салсын. Оның елге жасаған қызметін тағы да өздері мақтап түсетін елеулі еңбектері деп айтатын Назарбаевтың еңбегін халық ұмытпасын, пікірі оң болсын деп, тіпті өлген кезде Түркістанға киелі жерге, киелі мекенге жерлейік деген сынды пікірді қоғамның арасына таратуда мүмкін. Әрине енді Нұрсұлтан Назарбаевтың қазіргі денсаулығы қандай екенімізге беймәлім. Соңғы рет елде, бізде әлеуметтік желі арқылы референдумда көрген болатынбыз. Атом электр станциясына байланысты барып дауыс беріп жатқандығын, бірақ ол қолдай ма, қолдамай ма, қандай дауыс берді, қарсымын деді ма, жоқ әлі дұрыс деді ма, ол жағы бізге беймәлім. Ал оның денсаулығы туралы әрине оның тек жақындары ғана білері анық. Екіншіден, бұған тағы да бір себеп, Ақорда мен Назарбаевтың арасында үлкен келісім болуы мүмкін. Қазіргі бұрынғы билікте бөлінбейік, бір-бірімізді қолдайық, қазіргі қолда бар биліктен айырылып қалмайық деу де мүмкін, осындай келісімге келуі мүмкін. Енді қарап отырсаңыздар, Самат Әбішев болсын, Қайрат Сатыбалды болсын, бұрынғы құдалары Боранбаев болсын, бәрі қамаудан шықты. Қазір Назарбаевтың жанында елде емін-еркін жүр, сотталған жоқ ешқайсысы, өз қылмыстары үшін тиісті жазасын алған жоқ барлығы. Біреуі түрмеден шығарып алды, біреуін шартты түрде соттады. Назарбаевтың 3 қызы да емін-еркін жүр, 2 ұлы да шетелде емін-еркін тұрып жүр. Елді де шетелді де қалағандарынша аралап, қазақтың байлығын шашып жүргендігін күнделікті өмірлерінен, әсіресе ақпарат құралдарынан көріп отырмыз. Назарбаевтың өзі де бірде Қазақстанда, қазіргі таңда Дубайда тұрып жатқандығы мәлім, ақпарат құралдарында жазылды. Назарбаевты тергеу керек, соттау керек деп столды парламент жиналыстарында тоқпақтап отырған депутаттардың үстелді ұруы да азайғандығын біз көріп отырмыз. Жаңағы байлықтарын қайтарамыз, өйтеміз, бүйтеміз деген сөздердің бәрі желге ұшты. Қазіргі таңда тып-тыныш барлық Назарбаевтарға келгенде. Енді осы әрекеттерге қарағанда Назарбаевтың факторы елде сақталғандығын біз жоққа шығара алмаймыз. Қандай да бір келісім болуы да мүмкін. Енді бұл біздің болжам, бір жерден алдық деп айта алмаймыз. Саяси көзқарасымыз қазіргі билік пен Назарбаевтың арасындағы әрекеттерге қарап өзіміздің берген бағамыз бұл. Назарбаевтардың билігі әлі де елде сақтаулы. Бұрынғы бір жүйе, қазіргі де бір жүйе. Өздері айтқанда ескі жаңа Қазақстан жоқ ешқандай. Өздеріңіз көріп отырсыздар не болып жатқандығын елде. Билік не айтса соны істеп жатыр. Бұрынғы қудалау сол қудалау.
Астананың қақ ортасында орналасқан, құны шамамен 14-15 миллион долларды құрайтын Дариға Назарбаеваның зәулім сарайы сүріліп жатыр деген ақпарат тарауда. Телеграм арналардың, сайттардың жазуына қарағанда, сондағы мәліметтерге, ақпараттарға қарағанда, бұл үй Есіл өзенінің жанында орналасқан және шаршы метрі, яғни көлемінің өзі 30 мың шаршы метрді құрайды екен. Соның 15 мың шаршысы тек сыртқы бейнесі, яғни ауласы болса, қалған 15 мың шаршы метрі құрылысы бар, басқасы бар, жалпы алмағанда 30 мың шаршы метрді құрайды екен. Бұл бізге, сізге белгілі болған ақпарат құралдарында жарияланған Дариға Назарбаеваның бір ғана зәулім сарайы. Және біз білмейтін, сіз білмейтін бұлардың қаншама байлықтары бар, елден заңсыз тонаған. Дәл осы Есіл өзенінің жанында орналасқан бұл зәулім сарай Дариға Назарбаеваға, яғни Нұрсұлтанның үлкен қызына тиесілі екен. Бірақ өздеріңіз білесіздер, шенді шекпенділер, бай бағландар, бұлар байлықтарын өз аттарында жаза қоймайды. Дәл сондай құлыққа Дариға да барған екен. 2021 жылға дейін ол үйдің негізгі өз атында болмаса да Дариғаға өте жақын, сенімді адамдардың бірі. Соның құрған құрылтайларында, құрылымдарында, фирмаларында медиа менеджер болған Сапуновқа тиесілі болып тұрған екен. Міне, одан бөлек, дәл осы Сафоновтан кейін Арман Наурызбаев деген адам басқарған екен. Тек былтыр ғана жазда Жаңыл Саяхованың атына ауысқан екен. Ол да Дариға Назарбаеваға жақын, аты аталғандардың барлығы да. Саяхова деген де жай адам емес, Қазақ күлімді компаниясын басқарады екен. Жалпы өздеріңіз білесіздер, Артықбаев бұл Қазақстрой компаниясының басшысы, яғни бұлар қазіргі таңда Дариға Назарбаеваның үйін бұзып, оның орнына басқа құрылыс жүргізіп жатыр. Ол зәулім сарайдың орнына эксклюзивті үйлер салынады деген мәлімет тарауда. Сонымен қатар, осы Қазақстаннан шығарылған активтерді қайтару бойынша қорды білесіздер. Солардың таратып жатқан мәліметтерінен алынып отыр. Астанада Тағыла Дума деген қонақ үй сүріліп жатқандығы мәлім болып отыр ақпарат құралдары арқылы. Және Самат Әбіш пен Қайрат Сатыбалдының анасы, Назарбаев Нұрсұлтанның келіні Светлана Назарбаеваның жерлеу рәсімі өткізілді. Осы бәсе телеграм арнасында тараған суреттерді назарларыңызға ұсынамыз. Міне, адамдардың көңіл айтып келе жатқанын көруге болады. Бірақ осы өзінің келінін, яғни Светлана Нұрсұлтан Назарбаевтың келіні болып келеді. Нұрсұлтан Назарбаев өз келінінің жерлеуіне келген жоқ деген мәліметтер тарауда. Жалпы Самат Әбіш пен осы Қайрат Сатыбалдының анасының жерлеуіне көңіл айтып келген шенділер аз болды деген ақпараттар да тарап жатыр. Тіпті өзінің енді ағалары Нұрсұлтан Назарбаев келмегеннен кейін бұл Сатыбалдылардың, Самат Әбіштердің қазіргі жағдайларының қандай екенін бір көрінісі деуге болады.